Саламатсыздар ма? 11 сынып алгебра пәні 3-ші тоқсанға арналған бір жылы тапсырмалары. Қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша деп жазып қоямын жерге. КГП деп. Олай болса, бірінші есепте бізде y тең болады 4-тің x дәрежесі функциясының графигін салуымыз керек. Ол үшін мына жерге былай координаталық жазықтықты салып аламыз. Былай, сосын былай, мынау бізде x өсі, мынау бізде y өсі. Мынау x. Мына жерде 0 бар, 1 бар, 2 бар, 3 бар. Мына жерде 1 бар, 2 бар деп кете береді. Енді мынау y тең болады 4-тің x дәрежесі ғой. Онда олай болса мына x-дің орнына мен 0 деп берсем y-ім 1 болып қалады ғой, x-ге 0 берсем y-ім 1 болады да. Сондықтан мына біздің функциямыздың графигі мына түрде болады екен. Осы нүктеден өтетін осындай график шығады. Келесі екінші тапсырмада мына y тең j(x) функциясының анықталып облысын тап дейді. Енді бұл бізде логарифмдік функция болғандықтан мына негізде мына жердегі мынаны біз 0-ден үлкен деп қарастырамыз, е. Сонда 4 минус 5x-ті 0-ден үлкен деп қарастырамын. Сонда 4-ім үлкен болады, минус 5x теңсіздіктің келесі жағына плюс 5x болып барады. Немесе 5x-ім кіші 4-тен деген сөз, е. X-ім кіші болады, 4-ті 5-ке бөлетін болсақ 0,8. Сонда мына жерде былай болады, 0,8-ді белгілеймін. Мынау x өсі 0,8-ден кіші мәндер мына жағында жатыр, е. Онда жауабы x-іміз тиісті минус шексіздіктен 0,8-ге дейінгі аралық. Келесі А нұсқасы бойынша мына көрсеткіштік функцияның туындысын және интегралын анықтаңыз дейді. Бірінші туындысы, е. Онда y штрих тең болады. Мына 4 көбейтілген e-нің x дәрежесінің туындысы e-нің x дәрежесіне тең, ал санның туындысы 0-ге тең болады. Немесе былай көрсетейін мен сіздерге. Мынадан туынды аламыз. Мынадан туынды алам. Келесі мына 5 дейтін саннан да туынды аламын. Сонда мынаның туындысы өзіне тең, 4 көбейтілген e-нің x дәрежесі өзі болады. Келесі мына санның туындысы 0-ге тең болады. Енді 4 көбейтілген e-нің x дәрежесіне 0-ді қоссақ, 4 көбейтілген e-нің x дәрежесінің өзі шығады. Енді интеграл деп тұр, е. Онда интеграл бізде 4 көбейтілген e-нің x дәрежесі қосылған 5. Осыны интегралдаймыз dx. Сонда 4 көбейтілген e-нің x дәрежесінің алғашқы функциясы 4 көбейтілген e-нің x дәрежесінің өзі. Келесі 5-тің алғашқы функциясы жай ғана x-ті тіркейміз. Сонда 5x болады. Қосылған с деп қоямыз, е. Келесі Б нұсқасы мына жерде туындысы мен интегралын табыңыз дейді. Енді мынаны біз есептейтін болсақ, интеграл 0 және 1, келесі 0,5x dx тең болады. Енді 0,5-тің x дәрежесінің функциясының алғашқы функциясы ол бізде 0,5 соны x дәрежесі және бөлшектің бөлімінде ln 0,5 болады, ln 0,5 болады. Келесі шектері бізде 1 және 0-ді қоямыз. Енді ары қарай мына жерге апарып 1-ді қоятын болсақ, 0,5-тің 1 дәрежесі болады. 1. Келесі ln 0,5 болады. Азайтылған деймізде, енді 0,5-тің 0 дәрежесі. ln 0,5 болады. Сонда бізде 0,5 жерде бөлшекті жерде 0,5 болады. Азайтылған кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Бұл жерде ln 0,5 болады. Немесе бұл жерде минус 0,5, бұл жерде ln 0,5
5 болады, иә. Немесе мен минусты алдына шығарып жіберсем, мына жерде 1 бөлінген 2 деп жазсам болады, иә. Сосын мына жерде ln 1 бөлінген 2 деп жазсам болады, иә. Немесе мен оны мына жерде минус 1 2 барып мынаған көбейтеді, 2 ln мынаның 2-нің минус 1 дәрежесі десем, минус 1 дәрежесі деп жазсам болады. Немесе минус 1 бөлінген 2 көбейтілген минусты алдына шығарып жіберсем, мына жерде ln 2 болады, иә. ln 2. Сонда мына минус пен мына минус плюсті береді де бізге. 1 бөлінген 2 ln 2 деп аяқтайды екенбіз, иә. Келесі 4-ші есепте бізде мына жерге фигураның ауданын тап дейді. Онда мына жерге фигураны салып алайық алдымен. Мына жерде x өсі, мына бізде y өсі. Енді мына жерде 0 бар, 1 бар, 2 бар, 3 бар. Мына жерде 1 бар, 2 бар, 3 бар деп кете береді ғой енді, иә. Енді мен мына функцияны салатын болсақ, ол бізде мындай функция шығатын еді, иә. Былай келген және сосын былай келген еді. Осындай график шығатын еді ғой, осындай. Келесі, енді мен мынаны салсам, y тең болады 0 деген түзу, ол мынау мінекей. Мынау. Келесі, енді мен мынаны салатын болсам, x тең болады 1 дейтін, ол мынау. Мына жерден өтеді мінекей. Мынау. Ал 2 деген ол мынау. Мынау. Сонда бізден сұрап тұрғаны мына фигураның ауданын табуымыз керек қой сонда. Біз қазір көрсетейін, мына фигураның ауданын табуымыз керек. Олай болса, s тең болады интеграл 1 бөлінген x, сосын dx шектері 2 және 1. 1 бөлінген x-ның алғашқы функциясы ол ln x. ln x. x деп қояйын. Бұл жерде шектері 2 және 1. Сонда ln 2, x орнына 2-ні қоям. Келесі ln x орнына 1-ді қоям. Сонда ln 2 азайтылған. ln 1 дегеніміз ол 0-ге тең. Сонда жауабы ln 2 болады екен. Сонда жауабы s тең болады ln 2-ге.